Сәлем достар, бүгін сіздерге гипстен мынандай әдемі ойыншықтарды қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Бұл Монтессоридің әдісіне ұқсайды. Бұның бір жақсы жері бала өзі боя алады, және де егерде бала түстерді әлі үйренбеген болса, бұл ойыншық өте жақсы көмекші болады сіздерге. Шамасы осындай қоймалжың болып шығу керек. Манный каша сияқты. Гипс өте тез қатады, сондықтан да көріңіздер, оның басындағысын әдемі салып келе жатыр едім. Мыналарды тез салуға тырыстым, өйткені тым тез қатып жатты. Кішкене сұйықтау қылып істесеңіз де болады, сонда асықпай кішкене жаңағы нелеріңізді құясыз, сұйықтықтарыңызды. Мінекей пішіндер дайын болды. Енді бұны балаға боятсаңыз болады. Ал егер балаңыз әлі кішкентай, 1,5-2 болса, өзіңіз бояп, одан кейін түстерді үйретсеңіз болады. Бояуға ПВА клей қоссаңыздар болады, себебі цемент ол бояуды қатты жұтады. Ал ПВА ол жаңағы бояудың жақсы сақталып тұруына және көп қоспауына жақсы септігін тигізеді.